сіздің подкастқа эксклюзивті түрде енді бірінші ақпарат болайын деп тұр. Жаңа айтып кеткеніміздей, Қарашығанақ Қазақстандағы ең ірі мұнай газ жобаларының бірі. Осы Мгм. орайда сіздер экологиялық бағыттағы стратегияны ұстай отырып, өндіріске айтарлықтай үлес қоса отырып, осы тепе-теңдікті қалай сақтап отырсыздар? КПО компаниясы қазіргі таңда әлемдегі экологиялық мәселелерін сақтау, экологиялық мәселелерін жүзеге асыру және экологиялық мәселелерді жүйелі түрде басқару бағыты бойынша топ енді менің ойымша бір топ 5 компания кіреді деп айтуға болады. Бір мұнай, газ шығару, әрине ол табиғатқа қандай да бір әсерін тигізеді. Бізде тұрақты түрде қазіргі таңда экоцентр деген эко орталығымыз жұмыс жасайды. Ол жерде бізде қазір 90%-ға жуық бүкіл қалдықтарымызды, мына бұрғылауда шығатын қалдықтарымызды, соның бәрін біздер сол жерге Қайта жіберіп, өндіресіздер. қайта өндіреміз. Сол жерде енді өзіміз полигонымыз бар, толықтай сол эко орталық арқылы қамтып отырмыз. Экологиялық стратегияны қабылдау бір бөлек, оны орындау екінші жұмыс. Осы орайда қаншалықты қаражат бөлінді? 462 миллион долларға жуық, ақш долларына жуық экологиялық тұрғыда біздер инвестиция жасадық. Қайырлы күн, достар. Бұл әдеттегідей Green Talks подкасты және мен Жансұлу Дүйсенәлі. Айта кетейік, біздің подкаст алда өтетін маңызды іс-шара 22-24 сәуір күндері RES 2026 экспо көрмесі аясында түсіріліп жатыр. Бұл подкастта біз демеуші компаниялар мен олардың экологиялық стратегиясымен сіздерді таныстыратын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстандағы ең ірі мұнай газ жобаларының бірі Қарашығанақ компаниясы. Бұл жоба тек өндіріс ауқымымен ғана емес, экологиялық тұрғыда жауапкершілік пен тұрақты даму жолындағы маңызды тәжірибесімен ерекше көзге түсетін компаниялардың бірі. Ендеше мен спикермен таныстырайын сіздерді. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Қарашығанақ Петролиум компаниясы бас директорының орынбасары Манкеев Мұхтар Наурызбайұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыз, рахмет. Жаңа айтып кеткеніміздей, Қарашығанақ Қазақстандағы ең ірі мұнай газ жобаларының бірі. Осы орайда сіздер экологиялық бағыттағы стратегияны ұстай отырып, өндіріске айтарлықтай үлес қоса отырып, осы тепе-теңдікті қалай сақтап отырсыздар? Біріншіден, осындай мүмкіншілік беріп, подкастқа шақырғаныңызға алғысымызды айтамыз. Дұрыс айттыңыз, КПО компаниясы, енді Қарашығанақ Petroleum Operating, қысқаша КПО дейміз. 79 жылы ашылған кен орын, бұл әлемдегі ең ірі газ мұнай конденсат кен орны. Бұл ең жақсы көлемді білу үшін. Қазақстанда біздер мысалға қазіргі таңда екінші ірі салық төлеушіміз. Тенгиз компаниясынан кейін екінші ірі салық төлеушіміз. Сондықтан бұның бәрін айтып жатқаным себебі біздің жауапкершілігіміз де өте жоғары. Қазіргі таңда бізде 4 мыңға жуық өзіміздің тікелей жұмыскерлеріміз бар, және де күнделікті 5 мыңға жуық біздің бизнес серіктестеріміз, мердігерлеріміз сол кен орнында жұмыс жасайды. Өзіңіз ойлап көрсеңіздер, 5 мыңнан 8 мыңға дейін адам күнделікті шоғырланған, күнделікті өздерінің өндірістік жұмыстарын атқарып жатыр. Ол не білдіреді? Ол дегеніміз енді біздің өндірістің маңыздылығы, ауқымы әрине де, және де сол өндірістің біздің мына экологиялық бағытын қалай сақтап қалуымыз біздің енді бірінші күннен бастап осы консорциум Қарашығанақ кен орнына кіргеннен бері басты приоритетіміздің бірі болып қалыптасты. Әрине де бұл жерде тепе-теңдік сақтау өте оңай емес деп айту керек. Шындықтан оны бәріміз білеміз. Бұрғылау жұмыстары жүріп жатыр бізде, құрылыс жұмыстары жүргізіп жатыр. Кен орны ол бір орында тұрмайды, әрине де дамып тұрады, сондықтан жаңа жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Сол кезінде біздер қалай экологиялық мәселелерді маңыздылығын түсіріп алмауымыз қажеттілігі өте маңызды. Оны біз қалай қараймыз? Әрине де бұл жерде бастысы біздің мысалға мына республикамыздың стандарттары, республикамыздағы экологиялық кодекстің шарттарын сақтау болып танылды. Оның бәрін біздер жүйелі түрде келістіріп алғаннан кейін біздер тағы да іштей өзіміз отырып, қандай халықаралық деңгейдегі жақсы тәжірибелерді енгізе аламыз деген өзімізге сондай сауал қойғанбыз. Сондықтан біздер қазіргі таңда тек қана мына Қазақстан Республикасының экологиялық кодексына немесе басқа заңнамаларына сәйкес жұмыс жасамай, одан да жоғарыдан, одан да жақсы халықаралық өзекті қолжетімді технологиялар болса, соларды алып, жүзеге асырып енгізіп жатырмыз. Соның арқасында мен ойымда біздер қазіргі таңда мысалға мына мұнай газ саласындағы ірі компанияларды алатын болсақ, мен тек Қазақстанда айтып тұрған жоқпын, бүкіл әлемді қараймыз. Себебі бізге бенчмарк дейміз ғой. Біздің бенчмарк ол әлемдегі компаниялармен бірдей болу, және де одан да жоғары болу. Сондықтан біздер мысалы мына КПО компаниясы қазіргі таңда әлемдегі экологиялық мәселелерін сақтау, экологиялық мәселелерін жүзеге асыру және экологиялық мәселелерді жүйелі түрде басқару бағыты бойынша топ
бір енді менің ойымша бір топ 5 компанияға кіреді деп айтуға болады. Мгм. Жаңа айтып кеттіңіз, компанияның 40 жылдық тарихы бар деп, сіздерде экологиялық стратегия арнайы жоспарланған. Осы жоба аясында күнделікті өмірде қандай тәсілдерді қолданасыздар? Күнделікті жаңа айтып жатсыздар, мұнай, газ шығару, әрине ол табиғатқа қандай да бір әсерін тигізеді. Дұрыс. Бірақ менің ойымша, сіздердің ақпараттарды оқығанда, сіздерде салдармен күресу емес, алдын алу жұмыстарын жасау бойынша стратегияларыңыз осындай. Сол себепті күнделіктегі тәсілдерді айтсаңыз, жұмыс барысындағы. Өте дұрыс айттыңыз, Жансұлу. Себебі алдын алу бұл өте маңызды стратегиялық түрде бізде қазір жоспарларымыздың бірі. Бізде мысалға КМПО компаниясы консорциумымызда 5 ірі акционеріміз бар. Ол итальяндық Eni компаниясы, ол осы Британиядағы Shell компаниясы, Америкадағы Chevron, ресейлік Лукойл және біздің қазақстандық ұлттық компания Қазмұнайгаз. Біздер оны айтып жатқаным, бүкіл стратегиямызды осы 5 акционерлермен келісеміз. Және жылына бір рет біздер қандай жұмысты атқарамыз, қандай стратегиялық бағыттарды дамытамыз, қандай құралдарды қабылдаймыз деген осы бағыттарымызды, жоспарларымызды сол 5 компаниямен келістіреміз. Ол жерде 5 компанияның маңыздылығы, өзіңіз жаңа енді көріп отырсыз ғой, қандай компаниялар екенін. Әр қайсысының өзінің тәжірибесі бар. Әр қайсысының өзінің мысалға халықаралық деңгейде өзінің жасап жатқан жұмыстары бар. Және де біздер мысалға КПО компаниясының атынан келіп, акционерлерімізге осындай жұмыс атқарамыз, осындай құралдарды пайдаланамыз деген кезде олар бізге өздерінің тәжірибесін береді. Соның арқасында менің ойымша, енді біздер жалпы жақсы жоспарды құрдық деп айтуға болады. Енді күнделікті құралдарымызды айтып кететін болсақ, әрине де әр жобаны бастаған кезде бізде негізі мысалы кен орнының жұмысы екіге бөлінген. Ол мына операциялық күнделікті жұмыс дейміз, base business, және екіншісі ол жалпы жаңа жобаларды дамыту. Мысалға мына base business күнделікті жұмысымызда бізде тұрақты түрде қазіргі таңда эко-центр деген эко-орталығымыз жұмыс жасайды. Ол жерде бізде қазір 90%-ға жуық бүкіл қалдықтарымызды, мына бұрғылауда шығатын қалдықтарымызды, соның бәрін біздер сол жерге жіберіп, қайта өндіреміз. Сол жерде енді өзіміздің полигонымыз бар, толықтай сол эко-орталық арқылы қамтып отырмыз. Мен айтайын деп жатқаным, ол екінші бағыт жаңа жобалар. Себебі жаңа жоба ол әрине де, мысалға жаңа жоба дегеніміз не? Ол тек қана мына қазіргі біздің заводымыздағы жұмыстар емес, ол жаңа құрылыс, ол жаңа бұрғылау жұмыстары, ол жаңа мысалға көптеген енді материалдарды пайдаланып жұмыс атқарыламыз. Ол жерде жерге бір әсеріміз тиюі мүмкін. Ол жерде біздің мына флора, фаунаға әсерім тиюі мүмкін. Сондықтан біздер сол жерде қатты қарап, мысалға енді халықпен әрине де біздер енді барып жобаларымызды көрсетеміз, олардың келісімін аламыз, бірақ біз соған барардың алдында қандай құралдарды қабылданатынымызды бірінші тексеріп аламыз. Тексеру дегенде ол тек қана қағаз түрінде емес, біздер өзіміз мысалға үлкен тобымыз бар, мына экологиялық бағытта жұмыс жасайтын, өзіміздің өндірістегі жұмыстағы инженерлеріміз бар, соларды жіберіп, тексерткізіп, қалай жасайтындарын білгізіп, содан кейін ғана өзіміз 100% сол технология ертең жүзеге асырылған кезде нақты жұмыс жасайды дегенге дәлел болғаннан кейін ғана біздер сол технологиялармен жұмыс жасап келе жатырмыз. Өте ауқымды жобаларды айтып жатсыздар. Ал осы ауқымды жобалардың біз қандай да бір суммасын айта аламыз ба? Осы күнге дейін экологиялық стратегияның орындалуына да. Экологиялық стратегияны қабылдау бір бөлек, оны орындау екінші жұмыс. Осы орайда қаншалықты қаражат бөлінді? Қанша қаражат бөлінді және ол қаражат ақтады ма? Өте дұрыс айтасыз, себебі инвестиция болмаса, бұл жерде экологиялық технологияларды, өзекті, жаңа халықаралық деңгейдегі стандарттағы технологияларды біздер енгізе алмайтын едік. Мысалға, мына КПО компаниясы біздер қазіргі бірінші күннен бастап айтатын болсақ, 462 миллионға жуық, 462 миллион долларға жуық, ақш долларына жуық экологиялық тұрғыда біздер инвестиция жасадық. Ол енді өзіңіз көріп өтсіз, енді көлемі қандай екені өте көп. Қазіргі таңда енді оны тоқтатпаймыз, одан әрі жұмысты жасай береміз. Сондықтан $500 миллиард ақш долларын біздер тек осы экологиялық мәселелерді шешу емес, жаңа басында өзіңіз дұрыс айттыңыз, алдын алу және нақты жоспарымызды жүзеге асыру үшін сол инвестиция жасап отырмыз. Бұл жерде мен бір жайды айтып кеткім келіп тұр. Экология мәселесі бізде экологиялық департамент болғанымен, ол бізде мысалға өзіңіз білесіз, енді өндіріс болғасын, бізде қауіпсіз мәселесі қазір ең бірінші, safety first дейміз біздер, қауіпсіз ең бірінші мәселе деп айтамыз. Тап сол сияқты, қауіпсіз мәселе сияқты біздер экологиялық мәселелерде бірінші орынға қоямыз. Сондықтан бұл тек қана жауапкершілік, тек қана
бізде басшылықта ғана емес, біздің экологиялық жаңағы бөлімде емес, күнделікті жұмыс жасап жүрген біздің мына 4000 жаңа адамды айттым ғой мен. Иә, иә. 4000 адам өзіміздің жұмыскерлеріміз бар, 5000-ға жуық одан оның үстінде біздің бизнес серіктестеріміз бар. Солардың күнделікті жұмысы осы экологиялық мәселелерді де қарастыру. Демек, компанияның даму мақсатында экология қандай да бір қосымша рөл емес, маңызды Өте дұрыс. маңызды нелердің пункттердің бірі деп, иә? Бір шешім қабылдардың алдында, бір жұмысты бастардың алдында біздер критерияларымыз бар. Қай критерияларға сәйкес болу керек. Табиғатқа қандай зиян келеді? Соны Әрине, талқылайсыздар соның ғой. ішінде мысалы жаңа қауіпсіздік дедім мен, Иә. экономикалық тиімділігі бар, әрине бұл енді бизнес болғасын. Және сонымен қатар экологиялық мәселелері де бірінші орында тұр сол жерде. Енді бағаналы бері айтып жатырық, экологиялық стратегия, жоба деп жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, 460 миллиондай ақш доллары бөлінген бұл жобаға. Ал енді қаражатты айттық, стратегияны айттық. Ал сол қаражатқа нақты қандай жобалар жүзеге асырылып жатыр, немесе қай бағытқа басымдық беріледі? Бір тек қана бағытқа басымдылық беріледі деп айтуға болмайды, себебі енді үлкен өндіріс болғасын біздерде көптеген мәселелер бар, көптеген анда-санда шығып тұратын проблемаларымыз да бар, оны біздер білуіміз керек. Бірақ бағыт бойынша айтып кететін болсам, әрине де ол бірінші бағыт жаңа 460 миллион ақш долларына жуық біздер енді инвестиция жасадық дедік қой. Қайда кетіп жатқаны енді бәріне қызықтырады әрине де. Иә. Мысалға бізде өндірісімізде бұрғылау жұмыстарынан кейін біздер мұнайды тауып бастаймыз енді. Мұнайды біздер өндіріске енді қосқан кезде бізде, мен жаңа басында айтып кеттім, біздер мұнай, газ, конденсат кен орнымыз деп. Бізде тап-таза мұнай шықпайды. Мұнаймен қатар бізде қосылып конденсат шығады, қосылып газ шығады. Сондықтан ол газды біздер қайта өңдеу мәселесі туындап тұр бізде. Себебі ең басты біздің бағытымыз ол әрине де мұнай өндірісі, ал газбен де жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан біздер мысалға енді басты бағыттардың бірі деп айтуға болады осы бұл тұрғыда. Бұл газды дұрыс өңдеу, қайта айдау жаңа резервуарларға, және бұрын есіңізде болса, үлкен проблемалар болды, факелда газды жағып жүрді. Иә. Ол болды. Ол кезде себебі жаңа технологиялар болмады газды қайта өңдейтін. Зиянды заттардың бәрі табиғатқа ауаға шығып отырды. Дұрыс айтасыз, иә. Сондықтан біздер мысалға осы бағытты қазір реттеп, қазіргі таңда біздер ЛСП газымызды 99%, 95%ға дейін біздер қайта өңдеп жатырмыз газымызды. Өткенде бізде сұхбат болды. Қазір барлық өндіріс НТД дейді, ең үздік технологияларды қолданады екен. Ал сіздер осы бағытта қандай технологияларды қолданасыздар? Ең үздік қолжетімді технология дейді, ол BAT дейміз біз, оны Best Available Technologies дейміз. Біздер мысалға Best Available Technologies, жаңа BAT-ні біздер газ өндірісіне қазір тікелей енді қатысы жоқ шығар, себебі жаңа айтқандай біздер газды қайта өңдеу, қайта айдау көлемін 99-95%-ға жеткіздік. Сондықтан бізге бұл жерде тұрақтылық өте маңызды. Бұл тұрақтылыққа жеттік. Енді қандай технологияларды қалай қолданатынымызды айтатын болсам, бұл әрине бұл подкастқа сыймаймыз, себебі ол енді техникалық тұрғыда, мен енді өзім инженер болғасын ол туралы көп айта бере аламын. Бірақ мысалға екі бағытымыз бар. Біріншісі әрине бұл газдың өзі де бізге керек ресурс. Оны біздер дұрыс түсінуіміз керек. Мысалға біздер өндірілген газдың қазіргі таңда 50%-на жуық газды көлемін біздер Орынбордағы газ өңдеу заводына жібереміз. Олар қайта өңдеп Қазақстанға қазіргі таңда тауарлық газ қайтып келеді. Сондықтан КПО компаниясының атынан мысалға біздер қазіргі таңда 4-5 облысымызды газбен қамтып отырмыз деп айтуға болады. Иә, әрине шикізат. Ол бірінші мәселе. Екіншісі ол резервуар дейміз, пласт қайта айдау, кері айдау. Бұрын мысалға осы технология бойынша біраз сауалдар болды. Неге қайта айдап жатыр? Керек па, керек жоқ па? Ол газ кетіп қалады ма деген сияқты. Бұл дәлелденген халықаралық жақсы технология қайта айдау. Себебі бұл газ сол пластта, сол резервуарларда қайтып сақталып қалады. Сақталып қалған кезде оны біздер мысалға мына қазіргі енді мұнай өңдеп жатырмыз деп айтып жатырмыз ғой, бірақ бұның да бір соны болады. Сол кезде біздер Қарашығанақ кен орнын мысалға газ кен орнына айналдыруға мүмкіншілік береді деп ойлаймын мен. Және де тағы да енді біздер ол газды өзіміздің ішкі жұмыстарымызға пайдаланамыз, өзіміздің бізде ГТУ дейміз, 300 мегаваттқа жуық біздер электроэнергия өндіреміз. Сол электроэнергиядан біздер мысалға өзіміз орналасқан Батыс Қазақстан облысына тағы да енді қосымша электроэнергияны беріп отырмыз. Сондықтан ол жерде өте көп, бірақ тағы да айтып кетейін,
жаңағы енді көрсеткішіміз өте жоғары, онымен біз мақтан тұтамыз, шыны керек, себебі 99% әлемдегі қазіргі таңда ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Демек, нөлдік зиян. Нөлдік зиян деп айтуға болады, 0,05 болып тұр ғой енді біздерде қалатыны де. Бірақ ол болады енді, өндіріс болғасын ондай болады. Бірақ 99-ға жетудің өзі бізге біраз жұмыс, жаңа айтқандай, біраз бағыттарды жүзеге асыру арқылы жеттік. Бұл енді газ өңдеу жаңа бағыт. 400 миллион қайда кетті деп сұрап жатсыз. Екінші тағы да бағытымыз ол жаңа қоқыс өңдеу. Себебі енді өндіріс болғасын, күнделікті өндіріс болғасын, қоқыс та туындайды. Жаңа бұрғылау жұмыстарын көп айттым мен. Мысалға біздер Қазақстанда бұрғылау жұмыстары бойынша ең ірі компаниялардың біріміз қазіргі таңда. Бізде 100-ден астам өзіміздің қазіргі атқарылып жатқан жұмыстарымыз бар, сол тек қана бұрғылау бағыттары бойынша. Мысалға сол жерде шыққан қоқыстар, ол бұрғылау қоқыстары өзіңіз білесіз өте зиянды. Өте зиянды болғасын, оларды тек жай ғана полигонға апарып, сен көме алмайсың, тастай алмайсың, көме алмайсың, сен оны қайта өңдеу керексің. Сол тұрғыда бізде жаңағы эко орталық пайда болды. Эко орталығымыз қазіргі таңда Қазақстанда бұндай эко орталық жоқ. Біздер тек қана бір компания, бізге мысалға басқа әріптестеріміз де келіп, эко орталықтың жұмысын қарап жатыр. Өздеріне енгізгісі келіп. Ол өте дұрыс деп ойлаймын мен. Сол эко орталыққа да ақша жұмсалды мысалға. Эко орталығымыз, жаңа мен айтып өткендей, 80%-ға жуық, 80-нен астам, 80 плюс деп айтайық, біздің бүкіл өндіріліп жатқан қоқыстарымызды сол эко орталық арқылы біздер ресайклинг, қайта өндіру жасап жатырмыз. Не аласыздар? Ол қоқыстар не шығады? Бәрін аламыз. Қандай да бір тауар әлде? Қазіргі таңда мысалға бұл енді сіздің подкастқа эксклюзивті түрде енді бірінші ақпарат болайын деп тұр. Біздер мысалға қазір жаңа материал, мысалға бұрғылау қоқыстарынан жаңа материалды өндіріп, жақын арада транспорт министрлігімен, жол құрылыс компанияларымен келіскіміз келіп жатыр. Соны осы жол құрылысында асфальтқа қосатын жаңа материалдар шығып жатыр бізде. Әрине бұл енді біздің бизнес емес да, бұл ондай материалдар шығару. Бірақ біздер оны шығарғасын оларға да көрсетіп жатырмыз. Ол мысалға жаңағы асфальттың тиімділігін көтереді, асфальттың өмір жаңағы қалай кезеңін өмір кезеңін мысалға ұзақ қылдырады. Сол бағытта мысалға соны пайдалануға болады. Біз оны өзіміз іштей қазір кен орнындағы жұмыстарға пайдаланып көріп жатырмыз, дәлелдеп жатырмыз. Мен мана айтқандай, бірінші дәлел, сосын ғана жүзеге асыру деп та. Сондықтан біздер оны қазір енді республика деңгейде өзіміз ұсыныс жасағымыз келіп жатыр. Ал ол материалдың аты қалай аталады? Оның атын әлі қоймадық. Сапасы халықаралық стандартқа сай ма? Әлде тағы бір сұрақ, осы жаңа материалды өндіріп жатсыздар, асфальтқа қосатын. Ондай материалдарды қоқыстан алған бұрын соңды әлемде компаниялар бар ма? Әрине бар. Жоқ, әрине бар ондай компаниялар. Себебі біздер сонда жаңа айтқандай қолжетімді үздік технологияларды пайдаланып, бізде соны жасап жатырмыз. Ондай менің ойымша енді Қазақстанда да біраз жобалар бар сияқты. Біз енді оны әлі зерттеп үлгерген жоқпыз. Бірақ мен енді бұл жерде мұнай операторларының атынан айтып отырмын. Біздер мысалға қазір оны енді Қазақстанда бірінші болып қарастырып жатырмыз. Жаңа сіз стандарттар деп жатсыз. Бұл жерде айтуымыз керек, Қарашығанақ кен орны біздер қазір халықаралық деңгейдегі халықаралық стандарттармен жұмыс жасайтын кен орны. Бұл жерде әрине біздің қазақстандық стандарттарымыз бар, қазақстандық ГОСТ, СНИПтарымыз бар, бірақ оның үстінен біздер одан да қатаң халықаралық API, ASME деген енді үздік осы мұнай газ саласына арналған стандарттарымыз бар. Біздер бүкіл жұмысымызда соны қолданамыз. Сондықтан қандай да жұмыс болмасын, қандай да жоба басталмасын, бізде оның бәрі халықаралық және қазақстандық стандарттарға сай деп айтуға болады. Енді барлығымыз білеміз, сіздердің өндіріс орындарыңыз Батыс Қазақстан облысында орналасқан. Ал ол табиғи құнды аймақ ретінде саналады. Сол себепті осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Флора мен фаунаға, биоалуантүрлілікті сақтауға қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Биоалуантүрлілікті сақтау, енді мен мана айтқандай, 79 жылы кен орны ашылды. Сол кезден бастап басты енді бағыттардың бірі болып қабылданды. Неге айтып кетейін? Бұл жердегі мысалға біздің кен орнымызда болмадыңыз ғой. Енді бірақ келіп көрсеңіздер, біздің кен орнымыздың өзі, мен күлем ғой біздің жаңа экологиялық әріптестерімізге. Біз өзіміз мына кен орнында дамытамыз деп заповедник құрып қойған сияқтымыз. Неге? Себебі кен орын енді көлемі үлкен, бірнеше шаршы енді километр. Бірақ оның бәрі жабық.
ол жерге сырттан ешкім кіре алмайды, ол жерге аңшылар кіре алмайды, балық ұстаймын дейтіндер кіре алмайды. Біздің территориямызда мысалы өзендеріміз де бар, ағаштарымыз да бар, бәрі де ормандарымыз да бар. Енді соның бәрі біздің территорияда қалғаннан кейін біз оған жауаптымыз. Жауаптылық ол өте дұрыс айтасыз, биоалуан түрлілікті сақтау ғана емес, бірақ оны қалай одан әрі дамыту. Иә. Мысалға біздің сол жердегі флора фаунамыздың дамуының енді бір көрсеткіші ол мысалға қазіргі таңда ол жерде ол бұрынғы мысалға біздер енді 20 жыл бұрын болған ана критерийларды сол кезде біздер скрининг дейміз ғой, қарап алдық, қандай түрде біздер қабылдап алдық. Қазір қарайтын болсаңыздар, қазіргі флора фаунаның деңгейі өте жоғары мысалға. Әрине біздер жаңа жұмыс жасаған кезде, жаңа жобаларды жүзеге асырған кезде енді бір жаңа жерлерде мысалы құрылыс болады. Иә. Сондықтан біздер ол жерлерді рекультивация жасаймыз. Ол жерлерге біздер кіріп, одан әрі қандай био бағыттарымен мысалға жануарларды алып келе аламыз, қандай өсімдіктерді еге аламыз, соларды да қараймыз. Бірақ жалпы, кешірім сұрайын, жалпы бізде мысалға әр жыл сайын біздер қарап отырамыз өзіміздің биоалуан түрліліктерімізді. Оларға арналған, енді сақтау түрлеріне арналған бізде өзіміздің жоспарымыз бар. Одан бөлек біздер қазіргі таңда қателеспесем енді 800 гектардан көп, одан да көп болуы мүмкін. 800 гектарға жуық біздер жаңа ағаштар ектік. 800 гектарыңыз деген енді жаңа орман пайда болды деп айтуға болады. Сондықтан биоалуан түрлілік біздің кен орнында кәдімгі бір жақсы заповедник сияқты қалыптасты деп айтуға болады. Енді жаңа айтып жатсыз флора мен фаунаны да. Менің естуімше сіздер қызыл кітапқа енген немесе түрі жойылып жатқан өсімдіктерге де қолдау көрсетесіздер. Сол туралы айтып кетсеңіз. Бұл енді өте бір андай біздің әлеуметтік бағыт деп айтуға Иә. болады. Себебі әрине оны жасауға да болады, жасамауға да болады, бірақ біздің жаңа айтқандай енді жауапкершілігімізді түсіне отырып, біздер ол бағытты да қарастырып жатырмыз. Енді қызыл кітапқа енген жануарлармен көп жұмыс жасай алмаймыз бұл жерде, бірақ өсімдіктермен жұмыс жасалып жатыр. Мысалға сол Батыс Қазақстан облысына тиесілі, сол жерде бұрын өскен, сол жерде өсе алатын жаңа өсімдіктер болса, біздер соларды әкеліп сол жерге егіп жатырмыз. Себебі олардың енді тамыры сол жерде. Тамыры сол жерде, және біздің жаңа айтқандай үлкен кен орнымыздың бір бөлігінде мысалға олар өсіп кете алады. Сондықтан біздер сол бағытты да қарастырып жатырмыз, бірақ бұл біздің енді әлеуметтік борышымыз деп айтуға болады. Оны әрине ертең кен орнында өзінің уақыты келеді ғой, енді бітетін. Иә. Мысалға сол кезде қандай біздер үлкен жаңағы территорияны қалдырып кетеміз, біз оны күнделікті ойлауымыз керек деп Иә. ойлаймын. Мен Артымызда не қалады? өзім сол жердің жергілікті азаматымын мысалға. Менің туған жерім, өзім енді ауылда туғасын, мысалға сол кен орнынан бір 80 шақырым жердегі ауылда мен дүниеге келдім. Сондықтан менің мысалға күнделікті жұмысым өзім сол жерден болғасын, маған өзіме де тіке тиісті. Ертең мен балдарыма қандай жер қалдырамыз? Мен енді сол жерде ата-анам тұрады әлі мысалға. Солардың көзінше қалай біздер мына жұмыс жасаймыз деп, тек қана мына экономикалық бағыттың артынан жүгіре бермей, бірақ мына әлеуметтік жақты да қарауымыз керек деп ойлаймын, және біз оны жасап жатырмыз. Керемет жауап. Сізге тағы бір сұрақ. Метан шығындыларын басқаруда сіздер алдын алу тәсілдерін ұстанасыздар. Енді осы бойынша нақты қандай жұмыстар жасалып жатыр? Метан шығындылары бұл экологиялық тұрғыда өте бір өзекті мәселе. Өзекті және қауіпті бағыттардың бірі деп айтуға болады. Себебі метанды білесіз, өте қауіпті газ. Біздер 24 жылы халықаралық деңгейде OGMP 2.0 деген бір үлкен инициатива бар. OGMP деген жаңа метанды, мысалға метан шыққан жерін анықтау, ағып кеткен жерін табу, алдын ала шараларын жасау, сол стандарттарды белгіленген. 2024 жылы тағы да біздер өзіміздің инициативамызбен сол OGMP 2.0 халықаралық инициативаға қосылдық. Және де ол жерде мысалға біздер қалай енді бұл жерде енді қандай құралдарды пайдаланып біздер метанның жаңағы ағуын, метанның пайда болғанын анықтаймыз. Сол бағыт бойынша біздер мысалға біраз жұмыс жасадық. Қазіргі таңда біздер дрондармен бүкіл территориямызды қарап отырамыз, қадағалап отырамыз. Дрондарымызбен қатар басқа цифрлық жүйелеріміз бар. Мысалға осы тек қана метанға шығындыларына арналған. Соның бәрін енгізіп 24 жылы сол OGMP 2.0 стандартына сәйкес болғандықтан бізге OGMP Gold Pathway деген стандарттың иесі деген бізге сертификат берілді. Бұл тағы да енді мақтанып жатқан шығар, бірақ бұл Қазақстанда Қарашығанақ компаниясы бірінші болып алды. Бірінші болып алдық. Бұл тәжірибені біздер қазір бүкіл жерде көрсетіп жатырмыз. Жақында мысалға
Араб Эмираттарында үлкен жиналыс болды осы OGMP 2.0. Сонда Қазақстаннан шақырылған біздер жалғыз компания болдық. Біздің әріптестеріміз барып, біз оны осы өндірісте қалай енгіздік, қалай жасап жатқанымызды көрсетіп берген болатынбыз. 2024 жылы жаңа айтқандай L4 деген стандарт бар. Сол L4 стандартына сәйкес біздер жаңа бүкіл жұмыстарымызды атқардық, келіп тексерілді, бекітілді. Біздер жаңа стандартқа енді бір жаңа енді өз стандартқа сай деп келіскеннен кейін біздер келесі этапқа көштік. Келесі этап бұл 2025 жылы былтыр біздер L4-тен жоғарғы стандарт L6 деп аталады. Соған сәйкес біздер мысалға бүкіл жұмыстарымызды атқардық. Енді мен бүкіл детальдарын айтпай қояйын, ол өте енді техникалық мәселе, бірақ стандарттар OGMP 2.0 халықаралық стандарттар 2025 жылдың аяғында біздер тағы да соған сәйкес болдық, және жаңа айтқандай Golden Pathway деген сертификаттың иесі болып осы Қазақстанда танылдық. Жалпы Қарашығанақтың экология бағытындағы жұмыстармен таныстық. Жаңа айтып, метан шығындыларын, ілеспе газды айттық, эко орталықты айттық. Енді бұл орайда экологиялық тұрғыда басқаруда қандай цифрландыру жұмыстары жасалып жатыр? Цифрландыру бұл енді қазір президентіміз Қазақстанда жасанды интеллект жылы деп жариялады ғой. Сондықтан біздер бұл жасанды интеллектті мысалға өзіміздің өндірісімізге де қазір енгізіп жатырмыз. Соның бір бағыты, өте дұрыс айтып кеттіңіз, осы экологиялық жүйені басқару. Экологиялық жүйе, мен жаңа айтқандай, ол тек қана маған немесе біздің экологтарға тиесілі емес, ол бүкіл біздің өндірістегі адамдарға тиесілі болу керек. Сондықтан біздер тағы да басынан бастап қарадық, не істей аламыз деп, біздер экологиялық цифрлық жүйені жүзеге асырдық қазір мысалға. Ол не бізге береді? Ол біріншіден онлайн түрде күнделікті мониторинг. Мысалы қазір біздер өзіміздің компьютерімізді ашып, өзіміздің мысалға құралдарымызды ашып, кен орнымызда не болып жатқанын, қандай жағдай болып жатқанын бәрін көріп отырмыз. Ол өте жақсы, себебі мысалға енді мемлекеттік органдармен де жұмыс жасаймыз ғой. Олардан да сұраныс келген кезде экология министрлігі болсын, басқалары болсын, соларға ақпаратты жеткізу уақытын қысқарттық. Бұрын енді қағаз түрде өзіңіз білесіз, отчеттарын жазамыз, жаңағы таблицаларымыз, кестелеріміз жазамыз, солай жіберіп жүрдік. Қазір ол бәрі цифрлық жүйеде қалыптасқан. Ол енді жоғарғы жағы. Төменге түсетін болсақ, ол біздің мысалға өндіріске енгізілген сенсорларымыз, басқа жабдықтарымыз. Жаңа айтып кеттім, метанды біздер мысалға қазір қадағалап отырмыз дрон арқылы. Дрондарымыз ұшады, қарайды, бәрін жауып отырмыз. Дрон шаршамайды. Дрон енді ешқандай қате жасамайды, өзіңіз білесіз, сондықтан бұл жерде тиімділігі өте жоғары. Одан төмен түсетін болсақ, ол бізде жүзеге асырылған қазіргі сенсорларымыз, бізде жүзеге асырылған жаңа жасанды интеллект AI дейміз. Жасанды интеллектпен пайдаланып, біздер қауіпсіздік мәселесін қарайтын қазір камераларды қойдық. Ол камералар тек қана адамдардың қауіпсіздігін қарап қоймай, экологиялық жағынан да. Мысалға бір жерде мұнай ағып бастайды, соны біздер сол камералық арқылы жылдам сигналымызды алып отырмыз. Бірақ оның ішінде жасанды интеллект өзі анықтайды. Қауіпсіздіктің мысалға деңгейін, қауіпті болғанда өзі дыбыс шығарады. Өте дұрыс айтасыз. Сондықтан жаңа айтқандай ең басында біздер енді мына цифрлық жүйені жүзеге асырған кезде бірінші жүйеден бастадық, толық жүйе, басқару жүйесі. Басқару жүйесі бұл негізі өте бір күрделі зат деп айтуға болады, себебі ондай жаңағы өндірісті басқару оңай емес, оны бәріміз білуіміз керек. Сондықтан біздер жүйелі түрде бұны реттеп алғаннан кейін, сол жүйенің ішінде қандай біздің модульдарымыз бар, блоктарымыз, бағыттарымыз бар, соларды енгізіп бастадық. Және өзім айтып кеттім, енді нақты құралдарымыз ішіндегі мысалдарды айттым. Енді сізге осы көрме аясында сұрақ қойсақ, RES 2026 экспо көрмесі білесіз, алдағы уақытта өтеді. 30 елден 300-ге жуық компания күтіп отырмыз. Осы көрмеде сіздер демеуші ретінде қатысып жатырсыздар. Сондағы мақсаттарыңыз қандай? Біріншіден енді RES экспо 2026 деген өте ауқымды, өте үлкен жоба екенін бәріміз түсініп отырмыз. Былтыр бізге бірінші рет осы экология министрлігінен шығып, осындай жоба бар, осындайға демеуші бола аласыз ба деген кезде біз әрине қолдадық. Себебі біздің көрсететініміз көп. Бұл жерде Қарашығанақ компаниясының павильоны бар, мысалға. Сол павильонға бәрін шақырамын, мысалға келіп көріңіздер. Өзіміз боламыз, әріптестеріміз болады, ол жерде мына үздік технологияларымызды көрсетеміз бәрін. Және де қолдау бізде әрине жаңа акционерлерімізбен келістік. Акционерлеріміздің де айтқаны Қарашығанақ консорциумының көрсететіні көп. Мысалға мына мемлекеттік органдармен диалог құруымыз қажет. Ол жерде тек қана олардан
әрқашан бірдеме сұрамай өзімізде не істей аламыз деген сұрақпен біздер осы РС 2026-ны қолдап сол жерге келіп отырмыз, осы жерге келіп отырмыз деп айтуға болады. Жаңа өзіңіз шақырып жатсыз көрермендерді келіңіздер деп. Сол павильонда қандай жобаларды немесе қандай да бір маңызды технологияларды сіздер таныстырасыздар? Сол туралы айта кетсеңіздер. Ол жерде көрсететін технологияларымыз өте көп. Шақырып жатқаным келіп көрген дұрыс деп Иә, айтамын, себебі иә. оны ауызша менің естігенім бөлек, менен естіген, бірақ нақты біздер кішкентай макеттерімізді жасап қойдық мысалға сол павильонда. Жаңа метан шығындыларын зерттеу бағыты бар бізде, дрондарды қалай пайдаланамыз, экожүйені, эко-орталығымыздың жұмысын көрсетеміз сол жерде, цифрлық жүйелерімізді көрсетеміз. Ол жерде енді шыны керек үлкен жобаларымыз көп. Біздер мысалға былтыр оның бәрін тек қана осыларды емес, осыдан тура бір жыл бұрын экология министрлігінің бастамасымен Таза Қазақстан үлкен осындай жоба болған. Иә. Ол жерде де президент Қасым-Жомарт Кемелұлы өзі келді. Сол жерде де біздер мысалға өзіміздің үздік жұмыстарымызды көрсеттік. Президентіміз жақсы баға берді, одан әрі жұмысыңызды жасаңыз, жалғастырыңыз деген бізге енді нұсқау айтылды. Сондықтан біздер тоқтамай қазіргі таңда осы бір жылдың ішінде тағы да қандай жаңа жобаларымызды атқарғанымызды сол жерде көруіңізге болады. Енді осы орайда тағы бір сұрақ туындайды, сарапшы ретінде. Осындай халықаралық көрмелерде жалпы мұнай газ саласының тұрақты дамуына қалай әсер етеді осындай көрмелер? Көрмелер енді шын айту керек, көрмелер өте көп болып жатқан. Көрмелер, форумдар және де басқа енді осындай шаралар. Бірақ бұл жерде әр көрменің контентін қарау керек. Мысалға мына Regional Environmental Summit дейміз да. Summit деген мағынасын өзі бөлек. Сіз айтып жатсыз, қатысушылардың саны қанша, 300-ден жуық адам халықаралық деңгейде бірнеше мемлекет келіп жатыр. Бұл жерде менің ойымша біз енді бизнес саласынан келіп жатырмыз, біздер мұнай газ саласынан келіп жатырмыз, бірақ бұл жерде менің ойымша жұмылдырылып біздер Қазақстанның деңгейін көрсетуіміз керек. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Өте дұрыс айтасыз, себебі біздер мысалға жаңа министрлікпен де сөйлескен кезде солай айтқанбыз. Қазақстанда не жасап жатырмыз? Себебі министрліктің, үкіметтің рөлі қандай? Олар бізге жалпы саясатты жасап береді. Экологиялық кодексімізді бекітіп береді, басқа осы саясатын жасап. Ал оны жүзеге асыратындар кімдер? Олар біздер. Ол көрмеде ертең өзіңіз енді білесіз, ол жақсы. Тек қана мұнай газ операторлары емес, басқа да бағыттағы біздің әріптестеріміз бар, басқа өндірістер де бар. Сондықтан менің ойымша мына шетелден келген біздің енді қонақтарымызға Қазақстанда қазіргі таңда экологиялық мәселесі өзекті және жоғарғы деңгейде екенін көрсетуіміз керек. Және де біздер Қазақстанда қандай технологияларды енгізіп жатырмыз, дамытып жатырмыз, жүзеге асырып жатқанымыз көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Менің ойым сондай, және біз әріптестерімізбен келген бағытымыз сондай, осы қазақстандық павильонды қолдайық деп. Енді бізде подкасттың соңында блиц сұрақтар болады біздің қонақтарымызға. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз болады сарапшы ретінде. Жалпы экологияны өзгерту үшін, табиғатты сақтау үшін ол бір адамның жұмысы емес, жаңа айтып кеттіңіз, иә, бар жұмыла көтерген жүк жеңіл дедік, және бір ел ғана талқылайтын мәселе емес, орталық Азияның ортақ сұрақтары қаншама шешетін. Ал осы орайда қарапайым адам экологияны өзгерту үшін неден бастау керек? Өзінің мен қоршаған ортаға деген көзқарасынан деп ойлаймын. Енді бұл жерде тағы да қысқа болмай қалар, бірақ біздер үйреніп қалдық. Мысалға біздер үйіміз таза, машинамыздың іші таза болу керек, бірақ тереземізді ашамыз да сыртқа қоқысты лақтыра саламыз, сыртты ойламай қаламыз. Сондықтан біздер осы қоршаған орта ол тек қана экология министрлігі немесе басқа адамның әкімшіліктің жұмысы емес, ол менің жауапкершілігім деп сондай көзқарасты енгізсек, мәдениет ретінде сол кезде ғана біздер өзгерте аламыз деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ, 10 жылдан кейін Қазақстанның экологиясы қалай болады? Қазақстан экологиясы қазір де жаман емес, бірақ 10 жылдан кейін мен ойымша енді қазіргі мына үздік қолжетімді технологияларды пайдалану өте маңызды. НДТ дейміз, BAT дейміз. Сол бағытты ұстансақ, 10 жылда біздер тұрақты түрде осыны сақтап қалып, менің ойымша енді басқа бағыттарды көтеруіміз деп ойлаймын. Бірақ қазір біз жақсы деңгейдеміз. Сізге рахмет, бүгін келіп уақыт бөлгеніңізге. Осы мардымды сұхбаттың арқасында Қарашығанақ компаниясының экологиялық дамуға, табиғатты қорғауға қосып жатқан үлесімен таныстық. Демек, еліміздің экономикасын ғана арттырмай, сіздер қоршаған ортаға өте ауқымды жауапкершілікпен қарап, тұрақты даму бағытында дұрыс жұмыс жасап жатқандарыңызды көрсеттіңіздер. Еске сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Манкеев Мұхтар Наурызбайұлы, Қарашығанақ Петролиум компаниясының бас директорының орынбасары. Рахмет. Рахмет сізге. Құрметті достар, біз сіздерді
сіздерді әдеттегідей көрмеге шақырамыз. 22-24 сәуір күндері Экспо халықаралық көрме орталығында күтеміз. Сіздерді 30 елден 300 компания күтеді және 30-ға жуық панельдік сессия күтіп тұр. Одан бөлек мәдени іскерлік бағдарламаларымыз тағы бар. Рахмет, келесі кездескенше сіздерді күтеміз.